Баршаңызға сәлем. Тіс неге сарғаяды және оны үй жағдайында ағартудың жолдарын қарастырайық. Тіске кальций мен минерал заттар жетіспегендіктен, кофе, шай, бояғышы бар заттарды көп қолданғандықтан, темекі шеккендіктен және де тісті уақытысында тазаламағандықтан сарғаяды. Тісті ағартуды бастамас бұрын ең алдымен сүт өнімдерін, яғни ірімшік, сүзбе сынды заттарды қолданып, тісіңіздің беріктігін арттырып алғаныңыз жөн. Үй жағдайында тісті ағартудың жолдары: арнайы тісті ағартуға арналған паста, бірақ бұл ұзақ уақытты алуы мүмкін. Келесі кәдімгі ас содасы. Тіс пастасының үстіне ас содасын сеуіп, тістеріңізді тазалап аласыз. Бірақ ас содасы эмальді құртады, күнделікті қолдануға болмайды. Аптасына 2 рет жеткілікті. Аптасына 1 рет қызыл-екке лимон қабығын қойып, төңірегіне жағып шығыңыз. Шырын 3 минуттан кейін сіңген кезде жылы сумен шайыңыз. Құлпынай мен қой бүлдіргенді көбірек жеңіз. Тісіңіздің төңірегінде 5 минут ұстаңыз. Құрамында глюкоза мен қышқыл тісті ағартуға ықпал етеді. Бірақ артынша тіс пастасымен жуып тастаңыз. Белсендірілген көмір. Бұл тісті ағартудың қауіпсіз түрі. 2-3 таблеткасын ұсақтап, саусақпен немесе щеткамен тіске ысқылап жағыңыз. Нәтиже бірден болмайды, бірақ тіс эмаліне ешқандай зияны тимейді. Есіңізде болсын, банан қабығы тісті ағартады. Тіс бүлінді дегенше, іш бүлінді десеңші деген сөз бекер айтылмаса керек. Ауыз қуысы тазалығына ғана мән беріп қоймай, саулығына да назар аударайық. Достар, видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Қош сау болыңыздар.